Армысыздар, қадірменді көрермен, міне күні кеше ғана мұсылманға ұлық болған қос мерекенің бірі Рамазан айты да келіп жетті. Барлықтарыңызды осынау игі мерекемен құттықтаймыз. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз адам баласына оразадан кейінгі жағдай қалай болады, осы оразаны әрі қарай қалай жалғастырып алып кетеміз, тақуалықты қалай жалғастырамыз, осы турасында сөз қозғаймыз. Студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы насихат және қоғаммен байланыс бөлімінің маманы Хамзат Қажымұратұлы. Қош келдіңіз. Айт құтты болсын. Айт башамызға мұбарак болсын. Міне жаңа ғана өзімде айтып өттім. Бұл ай, Рамазан айы адам баласын көп игі істерге тәрбиелейді, тақуалыққа, сабырлыққа, төзімділікке тәрбиелейді. Осы айда біз нені үйренуіміз керек және осы айдан кейінгі нені ұстап қалуымыз керек? Қандай жемісі бар осы айдың? Соған тоқталсақ. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Оразаның негізгі мақсаты, өз басында айтып өткендей, адамның тақуалыққа жетуі. Біз тақуалыққа жетуіміз керек осы айда. Барынша Құран кәрімде келеді. Я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun дейді. Яғни сендерге дейінгі ораза қалай парыз болатын болса, сендерге де ораза парыз болды, бәлкім тақуалыққа жетерсіңдер дейді. Яғни адамның тақуалыққа жетуі. Тақуалық дегеніміз ол адамның Алладан қорқуы, адамның қанағатшыл болуы, ақырет күні қияметке, есепке дайындығы. Міне осы негізгі оразаның бірінші мақсаты, жету керек мақсатымыз. Екінші нәрсе, енді әлбетте біз ораза кезінде қандай мүмкіндік алдық, ешқандай бір әрбір амалымыз, жасаған әрбір ізгі амалымыз сансыз еселенетін мүмкіндікке қол жеткіздік. Yani сондай мүмкіндікті біз қолымызда, басқа айларда ондай мүмкіндік жоқ. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді, бір адамның амалы дейді 10-нан 700 есеге шейін көбеюі мүмкін дейді. Адамның әлбетте ниетіне байланысты да ол амал жасаған кезде. Бірақ ораза дейді, Алла тағала айтады, ораза ол мен үшін оның қайтарымын, оның сауабын мен беремін дейді. Яғни біз осындай ұлы мүмкіндікті, осы ораза ай осындай ұлы мүмкіндік айы негізінде. Одан кейін нәрсе мынау пайғамбарымыз хадисінде келгенде ораза ол бізді тозақтан 70 жыл алыстатады дейді. Пайғамбарымыз хадисінде келеді. Яғни сондай бір әрбір күн оразаның күндері былайша айтқан кезде сіз ораза ұстаған күндеріңіз. Одан кейін мынау ораза мен оразаның арасындағы адамның күнәсінің кешірілуіне, егер сіз шынайы түрде ораза жасайтын болсаңыз, ораза ұстаған болсаңыз, пайғамбарымыздың хадисінде келеді, ас-салауат хамса, яғни намаз бен намаздың арасы, жұма мен жұманың арасы, рамазан мен рамазанның арасындағы жасалған егер үлкен бір Аллаға серік қосу күнәлар болмаса, Алла тағала ондай күнәларды кешіреді. Яғни ораза ұстау арқылы. Әлбетте оразаның сауабы жайында, оразаның теңдессіздігі жайында ешқандай не жоқ, бұл жерде ешқандай тартыс жоқ. Оразаның мысалы тіпті ораза қиямет күні бізге шапағатшы болады. Яғни ораза ұстау арқылы. Құран пайғамбарымыздың мүбарак хадисінде келеді ғой, қиямет күні Құранмен сіздің ораза кезінде оқыған Құраныңызбен ұстаған оразаңыз сізде ақырет күні қияметке сізде шапағатшы болады дейді. Енді бұл әлбетте жаннаттың есіктері ашылып, тозақтың есіктері жабылатын ай, бұл ай, Рамазан айы. Иншалла, Алла тағала осы Рамазан айында, иншалла, біздерге Рамазан айын сонда біздерге мүбарак, осындай Рамазан айында бір тәрбие, рухани бір түлеу айы болса, иншалла, рухани тұрғыда бір жаңғыру айы болса, немесе бір жаңа бастамаларға қол жеткізетін ай болатын болса, адамның былайша айтқан кезде өмірін жаңаша парақтан бастауға мүмкіндік беретін ай. Енді бұл айдың берекесі, бұл айдың шарапаты өте көп. Енді ораза айындағы шынайы сынақ адам баласы үшін оразадан кейін басталады деп жатамыз. Осыны көрермендерімізге тағы да бір толықтырып түсіндіріп өтсеңіз. Әлбетте енді мысалы адамгершілігі ол мысалы қажылыққа барып келсеңіз, ол сіз қажылықтан кейін өзіңізді қалай ұстайсыз, соған байланысты. Ол сол қажылық деген, қажы деген атаққа лайықтысы ба, лайықты емессіз ба, сол қажылыққа барып келгеннен кейін байқалады. Сол секілді сіздің намаз оқуыңыз, егер сіз мешітте намаз оқып, мешіттен кейін егер басқа амалдармен айналысып жатсаңыз, шариғатқа жалпы намазға кедергі жасайтын, өйткені намаз айтады ғой, шын мәнінде намаз арсыздықтан тыяды дейді. Егер сіздің сол арсыздығыңыз тыйылмай жатса, оның намазыңыздың пайда бермегені. Сол секілді ораза айы да солай.
ораза айында мақсаты тәрбие айы, адамның рухани тәрбиелеу айы, адамның тақуалыққа жету айы. Ораза кезінде енді әрине жаңа ұлы сынақ адам үшін. Ораза кезінде жасалған амалдарыңыз, ораза кезіндегі қойған жоғары мақсаттарыңыз, егер сол оразадан кейін әдірамға батса, былайша айтқан кезде оразадан кейін сол нәрсені қолыңыз сілтеп, ол нәрсені істемей қалып жатса, сізге оразаның пайда бермегені. Өйткені Құранда келеді ғой, шын мәнінде енді ол адамның мүмкін тақуалыққа жетерсіңдер дейді. Яғни оразаның мақсаты да адамның тақуалыққа жетуі. Яғни Құранды Рамазан кезінде оқыған Құраныңыз жалғасын табу керек. Рамазанда істеген ізгі садақаларыңыз жалғасын табу керек. Тіпті Рамазан кезінде оразаның өзі мүлдем тоқтап қалмау керек. Неге біз мынау оразаның соңына қарай оразаның ләззатын сезіне бастаймыз? Өйткені біз рухани тұрғыда оған дайын болмағандығымыз да. Өйткені біз ораза ұстамағандығымыз жай күндері. Яғни адам егер сол пайғамбарымыз Шағбан айларында, Ережеп айларынан бастап дайындала бастайтын оразаға. Яғни рухани тұрғыда ол оразаның алғашқы күнінен бастап сол оразаның ләззатын сезіну үшін негізінде. Яғни шыны керек, ол бізге ораза әрине біздерге ұлы сынақ. Оразадан кейінгі біздің амалдарымыздың сол ізгі амалдарымыз ары қарай жалғасын табу керек. Жалғасын табу керек деп пайғамбарымыз хадисінде ең жақсы амалдар ол жалғасын тапқан амалдар дейді. Сол үшін оразадан істеген, әрине оразадағы мүмкіндіктер өте көп, бірақ дегенмен де оразадан кейін де осы ізгі амалдарыңыз жалғасын табу керек иншалла. Негізі сынағы, негізгі мақсаты осы. Ораза деп айтып қалдыңыз, осы қабыл болған оразаның белгілері қандай? Енді біріншіден қабыл болған оразаның белгілері әрине өте көп. Қабыл болған ереженің бірінші ихласул амал, амалдағы бір ықыластылық. Сіз жасаған кезде, кез келген бір амал жасаған кезде бір көрсету үшін емес, рия үшін емес. Пайғамбарымыздың хадисінде рия дегеніміз ол кіші ширк дейді. Кіші Аллаға серік қосу дейді. Яғни сіздің әрбір жасаған амалыңыздан сіз біреудің бір үлкен бір ағайдың немесе бір кез келген бір адамдардың бір ризашылығын қаламайсыз. Яғни сіздің әрбір амал істеген кезде бірінші Аллахым осы ісімнен жаратушы Аллахым разы болса екен деген сондай адамның сіздің қабыл болған оразаның несі бір себептері деп айтсақ болады, немесе қабыл болған бір белгілері деп айтсақ болады. Міне адамның шынайы ниетінде жатыр. Яғни әрбір істі істеген кезде сол істегі ниет. Одан кейін нәрсе мысалы екінші белгісі мысалы мудауаматул амал дейді. Яғни амалдардың жалғасын табуы. Басында жоғарыда айтып өттік қой. Мысалы сіз ораза кезінде хатым Құран оқыдыңыз, ораза кезінде садақа бердіңіз, ораза кезінде мысалы көптеген ізгі жақсы амалдар жасадыңыз, ораза кезінде қарттар үйін іздедіңіз, яғни бір жақсы амалдар жасайын деп. Яғни сіздің осы амалдарыңыз аз да болсын жалғасын табу керек. Құранды сіз күнделікті бір пара оқымасаңыз да бір бетін оқып қойсаңыз әр намаздың соңында. Яғни бұл дегеніміз ол әр нәрсе жалғасын табып отыру керек, ізгі амалдарыңыз. Яғни осы бір белгісі. Егер адамның бойынан сол оразадан кейін осы бір ізгі амалдардың жалғасын тапқанын көрсек, яғни оразаның қабыл болғанының бір белгісі. Оразаның үшінші белгісі қабыл болғаныңыз. Ол әр құлшылықтың мақсатына жету. Кез келген құлшылықтың мақсатына жету. Мысалы намаздың мақсаты не? Намаздың мақсаты намаз оқыңдар. Шын мәнінде намаз арсыздықтан тыяды деген Құранда аят бар. Намаздың мақсаты адамның бойының арсыздықтан тыйылуы. Арсыздық дегеніміз бүкіл жаман әрекеттерден тыйылуымыз. Сол секілді оразаның да мақсаты адам тақуалыққа жетуі. Яғни осы сіз құлшылықтың бір мақсатына жетіп отырсаңыз, құлшылықтағы негізгі мақсат, мысалы намаздағы мақсат адамның арсыздықтан бойын аулақ ұстау болатын болса, оразадағы мақсат адам тақуалыққа жетуі. Адам осы тақуалыққа жеткенін көресіз. Адамның жүріс-тұрысынан байқалады. Төртінші бір белгісі, оразаның қабыл болған белгісі, адамның әрдайым несінің істеген ізгі амалдарының қабыл болмауынан бір қорқуы. Біз кей кезде адамдардың бір өзіне бір сенімділік, қатты сенімділікті байқап қаламыз. Ешқандай жоқ, бір ораза ұстаған кезде мен ораза ұстадым ғой, мен кірмегенде жәннатқа кім кіреді деген секілді. Яғни адамның бір кішігірім бір ісін ол өзін бір сондай бір жоғары бір сенімділікке апарады. Әлбетте ол шынайы мұсылманның бір сипатынан емес. Сіздің әрбір істеген амалыңыз, тіпті біз Құранда намаздан кейін дуа жасаймыз ғой, Аллахым
намазымызды бетімізге ұра көрме деп, қаншама намаздарымыз қабыл болмауы мүмкін. Сол әрбір істеген амалымыздан қабыл болғаннан қорқу, қабыл болғанын қалап отыру. Міне осындай бір белгілерді байқап жатамыз. Одан кейін адамның оразаның қабыл болғанының бірден бір белгісі өзін еркінсіп кетпеу. Басында ол бір керісіншесі, еркінсіп кетпеу дегеніміз өзін жаңағыдай жоғары ұстамауы. Мен бәлен жылдан бері ораза ұстап келе жатырмын, мен 17 жылдан бері намаз оқып келе жатырмын. Кез келген адам Аллахтың разылығы үшін істеген құлшылықтарын еш уақытта ол мақтанып айтпайды. Өйткені қорқады да, ол шынымен рия болып кете ме деген секілді. Сондай бір белгілерін байқаймыз. Одан кейін адамның бойынан бір ішіндегі бір қызғаншақтық, ішіндегі бір көре алмаушылық, ол нәрседен адам арылады. Іштегі жаман ойлардан. Оразаның жалпы ораза ұстаушы адамның да деңгейлері бар ғой, мысалы. Бірінші деңгейі тек қана тамақтан тыйылу, екінші деңгейі адамның дене мүшесімен ораза ұстау, ең үшінші деңгейі адамның ойымен ораза ұстау. Міне адамның ойына сәл контроль жасауды үйренетін адам. Әрбір бір кез келген бір жағдайды көрсе, ол жағдайды жақсыға жоритын адам. Осындай адамны оразаның бір қабыл болғанның белгісі міне осы. Оразаңыздың сізге бір пайда бергенінің бір дәлелі. Әрине, бұл жерде ораза ұстаған белгілері өте көп, дегенмен де осындай бір белгілер бар. Сонымен қатар адамның әрдайым истиғфарда жүруі, адамның әрдайым Алладан кешірім сұрауы, әрдайым дұғада жүруі. Осы да міне адамның негіздің, сіздің оразаңыздың бір қабыл болған бір белгісі. Өйткені адам дұғаны қай кезде жасайды? Құлшылық жасаған кезде ғана жасайды көбінесе. Құлшылық жасамасаңыз, сіз дұға жасауға да бетіңіз болмайды. Осында бір белгілер бар. Иншалла, Алла Тағала осында бір белгілер бар. Мұсылмандардан етсін иншалла біздерді. Жалпы осы ораза ұстаушыларға сізден бір кеңес болсын, қандай игі амалдарды тағы да ары қарай арттыра береміз? Әлбетте, енді оразадан кейін ораза тәрбие, ораза айы, құлшылық айы, оразадан кейінгі амалдарымыз әлбетте жалғасын табу керек. Босап кетпеуіміз керек. Өйткені адам ораза деген бір сондай бір үлкен бір Алланың бір құлшылығы, адамға сондай әрдайым ораза ұстап жүрген адамның бойында сондай бір иммунитет пайда болады. Қандай иммунитет? Өз-өзіне бақылау жасау иммунитеті. Айтар сөзіне, ойлайтын ойына. Сіз егер оразадан мүлдем қол үзіп қалсаңыз, ондай иммунитетті жоғалтып аласыз. Сіз соның бір несі себебі, өйткені оразадан кейін де сіз нәпіл оразаларды ұстауыңыз. Бұның мақсаты не? Адам оразадан кейін босап кетпесін. Оразадан кейін өзіне бекем болсын, өзінің нәпсісін тізгіндей білсін деген мақсатта осындай пайғамбарымыздың осындай хадистері бар. Адамның бейсенбі күндері, дүйсенбі күндері ораза ұстауы, арафа күні ораза ұстауы, әр айда кем дегенде 3 мәрте ораза ұстауы. Бұл дегеніміз әрдайым оразасын жалғасын табу керек. Нәпіл оразалар әрдайым ұстап отыру керек. Одан кейін адамның Құран оқуы. Адамның өйткені ораза айы Құран түскен ай. Құран дегеніміз мұсылманның негізгі бір темір қазығы. Сіз Құранмен қаншалықты жақын болсаңыз, Аллаға, жаратушыға да соншалықты жақын боласыз. Құранның өзіңізге бір жылдық бір өзіңізге бағдарлама құрып алуыңыз керек. Құранмен, мысалы, егер Құранды мүлдем оқи алмасаңыз, Құранды үйреніп, Құранның күніне бір бетін болсын оқып, сіз әрдайым Құран сіздің жаныңыздан кетпеу керек. Құран сіздің досыңыз болу керек. Ол жыл 12 ай бойы. Одан кейін нәрсе адамның, сіз ораза кезінде біз жүрегімізді шамамыз келгенше мешітке баруға тырыстық, тараух намазына баруға тырыстық. Күніне кем дегенде бір рет адамдар мешітке барды. Сіздің жүрегіңіз мешіттен үзіліп қалмау керек. Сіз жүрегіңізді әрдайым мешітке байлап отыруыңыз керек. Күніне бір рет болсын, кем дегенде жамағат намазына бір болсын, күніне бір болсын егер оқысаңыз, әлбетте бұл сіздің осы оразадан кейінгі амалдардың бір жалғасы, оразадан кейінгі жасалу керек амалдар. Одан кейін адамның туыстық қарым-қатынасты одан әрі жалғастыруы. Ораза кезінде біз баршамыз туыстарымызға барып, оразамен құттықтап, ауызашарларға қатысып, өте бір сондай бір мүлдем кезіндегі бір байланыс үзіліп кеткен кейбір туыстық қарым-қатынастарды қайтадан бір жаңғыртып жаттық та, ол бір жаңғырылған, қайтадан бір қауышқан жүректер қайтадан үзіліп қалмау керек. Ол дегеніміз ораза кезінде ғана емес, оразадан кейінде жалғасын табу керек нәрсе. Осында бір кеңес бар. Одан кейін Рамазандарда, біз Рамазан кезінде көбінесе біз байқаймыз, бір садақа беретін адамды іздеп жатамыз. Әсіресе қарап отырсаңыз, әлеуметтік желілерде
көптеген хабарламалар келіп тұрады. Мен осындай бір танысымның осындай бір жағдайға душар болып қалып еді, осындай бір сәби ауырып қалып еді деген секілді. Енді ораза кезінде ондай хабарламаны жібермеуге тырысасыз. Өйткені ораза бұл ойлайсыз да, бұл маған бір Алланың бір сынағы шығар, бұны мен жіберіп алмаймын деп сіз ол нәрсеге істейсіз да. Сол секілді бұл оразадан кейін де бұл амалдарды әрине сіздің өзіңіз жағдайыңызға байланысты. Бірақ бұл бір тоқтамайтын түрде аптасына бір мәрте болсын ба, айына бір мәрте болсын ба, осы нәрсе жалғасын тауып отыру керек. Одан кейін адам мындай нәрсе бар, мен қазір оразамын, оразада маған ашулануға болмайды. Бұның мақсаты оразадан кейін адам ашуға ерік беру деген сөз емес. Оразаның кезінде қалай сіз өзіңіздің нәпсіңізге бекем болдыңыз, оразадан кейін де сол нәрсеге мекен болса, сол нәрсеге тізгінін тарта білсек, ашудың тізгінін тарта білсек. Одан кейін адамның мынау нәпіл намаздарға көңіл бөлуі. Енді біз Аллаға шүкір, мысалы 5 уақыт намазымызды мысалы мән беріп оқыдық. Бірақ мән беріп оқудың өзінің бір нелері бар, өзінің бір шарттары бар, өзінің бір жолдары бар. Сіз өзіңізге бір айда бір өзіңізге бір не жасап көріңізші. Мониторинг деген былайша айтқан кезде өзіңіздің қанша намазыңызды сіз толық оқып жүрсіз, қанша намазыңыз қаза болып жатыр, қанша намазыңызды сіз жамағатпен оқыдыңыз. Соны бір кестесін құрсаңыз, айдың соңында сіз өзіңізді танымай қаласыз былайша айтқан кезде. Қаншама намазыңыз байқаусыздан өзіңіз білмей қаза болып жүрген намаздарыңыз бар. Қаншама тек 4-5 рет қана кей кезде жамағат намазын оқылған айлар болады. Оның бәрі қарап отырсаңыз, ол біздің кемшілігіміз. Сол нәрсеге біз қатты мән беруіміз керек. Одан кейін адамның рухани ізденісі. Әрдайым адам бір рухани ізденісте. Рухани ізденіс дегеніміз адамның бір рухани азығы бір тоқтап қалмау керек. Ол кітап жүзінде бола ма, басқа да жолдармен бола ма, әрдайым бір ізденісте болу керек. Әрдайым әрине сонымен қатар адамның мынау дұғадан үзіліп қалмауы, адамның әрдайым дұға жасап отыруы, ол бір оразадан кейінгі жалғасын табатын бір ізгі амалдардың бірі иншалла. Әрине басқа да ізгі амалдардың есігі әрине өте көп, дегенмен де негізгі бір бағыттар осы. Енді Рамазан айы адам баласының нәпсісін тыюмен қатар жақсылыққа тәрбиелейді дегенді айтып өттіңіз. Соның ішінде мына дінге, намазға жалпы келе алмай жүрген жандар осы айда бастап кетіп жатады. Осыны іліп алып кету керек қой негізінде. Иә, ол бір Рамазан айы ол жақсылық істердің керуені ғой негізінде. Ол бір жақсылықтың артынан екінші бір жақсылықтар ілесіп жатады әлбетте. Ол сіз намаз оқып, сіз ораза ұстап, егер намаз оқымасаңыз, әрине сіздің оразаңыз қабыл, бірақ ол үлкен бір нұқсандықты негізінде адамның намаз оқымағаны. Өйткені ол бір жақсылықты сезген адам, бір жақсылықтың дәмін сезген адам, екінші бір жақсылықтың дәмін сезуге әрдайым құмартып тұрады. Яғни ол сіздің егер оразадан кейін, егер сіздің намаз оқуға деген бір неңіз, құлшынысыңыз бір неңіз болмаса, ол бір оразаның бір ләззатын сезінбегеніңіздің бір белгісі да. Сол үшін әлбетте енді оразадан кейін де осындай бір құлшылыққа, намазға бет бұрып жатса, намазға бет бұрған кезде намаздың мақсатына жетіп жатса, жоғарыда айтқандай адамның жүріс-тұрысы, адамның айтар сөзі, ойы бәрі дұрысталып жатса, ол әрине бұл Рамазанның бірден бір ғана бір берекеттері, бірден бір артынан ілесетін жақсылықтары. Енді міне мұсылманға ұлық болған Рамазанның айты аяқталды, Шәуәл айда басталды. Осы күнде 6 күн ораза ұстау деген бар. Жалпы осы оразаларға түсіндіріп өтесіз бе? Қалай ұстаймыз? Бөлек-бөлек ұстаймыз ба? Бөліп және арасын үзбей ұстаймыз ба деген сынды сұрақтар туындауы мүмкін. Әрине, егер сіздің ораза кезінде кеткен бір қаза оразаларыңыз болса, ауыр сұраққа байланысты, сапар шегуге байланысты, ондай кезде бірінші кезекте сіз өзіңіздің қарыз оразаңызды ұстап алғаныңыз, қазасын өтегеніңіз абзал. Қазасын өтегеннен кейін 6 күн Шәуәлдің оразасы бар. Енді оны міндетті түрде үзбей ұстау деген нәрсе жоқ. Бірақ енді үзбей ұстаған әлбетте абзалырақ. Бірақ бөліп та сол Шәуәлдің ішінде ұстасаңыз болады. Енді бұл өз кезегінде ол оразадан кейінгі адамның бірден бір мәрте тағы да бір тізгінді тартудың бір жолы да негізінде. Осы Шәуәл оразасы арқылы адам осы Рамазандағы ізгі амалдардың қайта бір жаңғыруына бір себепші болады иншалла. Жақсы, өзіңізге Алла разы болсын. Қадірменді көрермен, міне бүгінгі Рамазаннан кейінгі адамның болмыс туралы сөз еттік. Студиямыздың қонағы болған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы насихат және қоғаммен байланыс бөлімінің маманы Хамзат Қажмұратұлы. Тағы да алғыс айтамыз өзіңізге. Сізге де Алла разы болсын. Иә, шын мәнісінде қажылық Меккеден кейін басталады.
ораза Рамазаннан кейін басылады дейді. Міне осы айдағы жасаған жақсылықтар барлығы жалғасын тапсын дейміз. Амандықта жүрсейік.